Кондитерлік өнімдер, йогурттар, балмұздақтар мен балқытылған ірімшіктер тіпті балалар тағамы. Бүгінде тағам өнеркәсібі саласында құрғатылған сүт пен кілегейге сұраныс артып келеді. Статистикалық деректерге сүйенер болсақ, бір ғана сүт өнімдері саласының 30%-дан астамына осы қоспа түрі қосылады екен. Техникалық регламент бойынша оның қолданысына ешқандай шектеу жоқ, бірақ солай екен деп аталмыш өнімді біздер шамадан тыс тұтынып жүрген жоқпыз ба? Және дүкен сөрелеріндегі ұнтақ сүттердің құрамы қаншалықты табиғи? Көлеңкелі нарықта оның жалған түрлері сатылып жатқан жоқ па? Тұтынушылар құқығын қорғау ұйымдары неліктен шарасыздық танытып, дәрменсіз отырып? Армысыздар, эфирде тұтынушы таңдауы бағдарламасы алдағы 15 минутта құрғақ сүт тақырыбын саралайтын боламыз. Егер оны ұзақ сақтау қажет болса, егер ол алыс сапарға жол жүретін болса, немесе оны жаңағы тоңазытқышта, яғни салқын температурада ұстайтын мүмкіндік болмаған жағдайда осы құрғақ сүтті қолдану қажет. Яғни осындай жағдайларда онда әрине құрғақ сүт кәдімгі таза табиғи сүтті алмастыра алады. Құрғақ сүт пен кілегей қолданысқа өте ыңғайлы қоспа. Бұзылып кетеді деп тоңазытқыш іздемейсіз. Сүт болмай қалғанда дүкенге жүгірмей оны шайға, кофеге қосып, тіпті құймақ секілді тіске басарлар пісіруге де болады. Bir сөзбен айтқанда сүттің балама түрі. Бірақ құрғақ сүт таза сүттің, табиғи сүттің орнын алмастырыла алады деп 100% айтуға болмайды енді. Бірақ та деген табиғи сүттің сезонность дейді, мысалы маусымдылығы болмаған кезде осы құрғақ сүт біздің өнеркәсіпте дейміз ғой керек. Себебі жаңағы сүт өнімдерін дайындаған кезде құрғақ сүтті қолданады. Қыстың күндері сиыр сүтінің көлемі азаяды. Сәйкесінше сұраныстың орнын толтыру үшін оның құрғатылған ұнтақ түрі кеңінен қолданылады. Мәселен, Түркістан облысындағы мына кәсіпорын ала жаздай құрғатылған сүттің қорын дайындайды. Күніне 40 мың тоннаға дейін өнім өндіруге қауқарлы цех қазір толық қуатта жұмыс істеп тұрған жоқ. Өйткені шикізат аз. Алайда соған қарамастан отандық кондитерлік фабрикалар мен балмұздақ жасаушы кәсіпорындардың сұранысын өтеп отыр. Біздің бұл жерек цехымызда ешқандай палма майы басқа қосымдар қосылмайды. Соның үшін 100% натуральный өнімден істеледі. Бүгінгі күнде базарларға түрлі өнімдер шығарып кеткен, олардың составында әрқилы компоненттер бар. Кәсіпорын басшысы сөзінің жаны бар. Бүгінде нарықта ұнтақ сүт пен кілегейдің алуан түрін кезіктіруге болады. Отандық өнімдермен қатар сырттан тасымалданатын арзандар да бар. Ал оның құрамына зер салар болсақ, басым бөлігінде өсімдік майы негізіндегі құрғатылған кілегей, өсімдік майы Е471, Е472, натрий казeinаты, Е340, Е331, Е452 тұрақтандырғыштары, Е551 қопсытқышы және хош иістендіргіштері бар. Негізінде құрғақ сүттің өзін дайындаған кезде жаңа кесектеліп қалмас үшін де кесектелуге қарсы деген тағамды қоспа қосады. Мысалы оған полиомасликат дейді, кренийдің қос тотығы дейді, осындай заттар қосылады. Одан басқа жаңа стабилизатор бір деңгейде бір қалыпта ұстағанға фосфаттар, фосфат калий, полифосфат дейді, сол секілді. Осы секілді тағамдық қоспалар қосылады, ол негізінде техникалық регламенттер бойынша рұқсат беріледі. Бірақ бұл қоспалардың көбі жасанды түрде алынады ғой, химиялық заттар болып келеді. Химиялық заттардан бөлек жоғарыда көрсетілген өсімдік майына негізінен пальма майы жатады. Бірақ өндірушілер оны ашық жазғысы келмейді, себебі аталмыш қоспаның адам ағзасына тигізер зардабы мол екенін көпшілігіміз білеміз. Табиғи сүттің дәмін дейміз ғой, мысалы деген сақтап қалу үшін осы майлылығын жоғарылатады. Бұның енді жаңа ағзамызға қауіптілігі бұл трансмай қышқылдарының болуы және де осы майлылық бұл деген көбейсе атеросклероз дейміз ғой, ауруына әкеледі. Яғни жүрек қан тамыр жүйесінің ауруына әкеледі.
Еуропа елдері пальма майын қолданудан әлде қашан бас тартты. Норвегия, Швеция, Дания, Скандинавия елдері оны тұтынуға заң бойынша тыйым салды. Ресми дерекке сүйенсек, бүгінде Еуропалық одаққа мүше 8 мемлекет пальма майын ішкі нарыққа кіргізбеу туралы шешім қабылдаған, бірақ өкінішке орай біздің елде ешқандай шектеу жоқ. Депутаттар мәселені бірнеше рет көтергенімен әлі өзгеріс болмай тұр. Бұл ретте айта кететін тағы бір мәселе, Қазақстан пальма майынан түбегейлі бас тарта алмайды. Өйткені қолдан саясы кең аталмыш май түрі біздегі тағам өнеркәсібінде өте көп қолданылады. Ал онсыз бағаны ұстап тұру қиын, сондықтан кәсіпкерлер қалай да болса пайдаланады. Адам денсаулығының жақсы болуы 70% күнделікті тұтынатын асына байланысты. Бірақ біз кондитерлік өнімдер мен сүт тағамдарын, дәлірек айтқанда сүт өнімдерін жиі қолданамыз. Ал онда химиялық қоспалар көп. Атап айтқанда, тағамдардың мерзімін ұзартатын, дәмін күшейтетін, қышқылдығын реттейтін, көлемін ұлғайтатын консерванттар мен эмульгаторлар қосылады. Оларды біз әртүрлі тамақпен әрқалай көлемде тұтынамыз. Сәйкесінше шекті мөлшерден асып кетуі мүмкін. Ал бұл өз кезегінде асқазан мен бауыр жүйесіндегі созылмалы ауруларға және аллергия мен демікпеге әкеп соқтыруы мүмкін дейді мамандар. Сондықтан майлы өнімдерді күнделікті қолдану, оны күніне бірнеше рет қолдану ағзаға кері әсерін тигізеді. Атап өткенде ол жаңағы артық салмаққа, семіздікке немесе атеросклерозға алып келуі мүмкін. Ағзадағы жаңағы нашар холестерин дейміз ғой, солардың мөлшерінің көбеюіне алып келуі мүмкін. Осындай сияқты кері әсері болады. Ал жоғары температурада өңделген құрғақ клегей мен сүттің тағамдық қасиеті қаншалықты сақталады және бүкіл әлемді шулатқан меламин қоспасын қолданудың зардабы қандай болуы мүмкін? Бұл сауалдарға бағдарламамыздың тұрақты сарапшысы Нәсима Жүнісова жауап берді. Біз білеміз, құрғақ сүттер көбіне жоғары температурада өңделеді. Бұдан оның тағамдық қасиеті жоғалып кетпей ме? Құрғақ сүтті дайындаудың екі түрі бар негізінде. Сол екі түрінің біреуі жаңа бүрку арқылы дайындау дейді. Бұл технологиядан дайындалған құрғақ сүттің биологиялық құндылығы сол қалпында қалады. Онда ақуыздар да, дәрумендер де бұзылмайды. Оның жаңағы ұнтақтың ергіштік қасиетін неғұрлым жоғарылай түседі басқаларға қарағанда. Сондықтан егер негізінде әрбір тамақ өнімінің сыртында қандай технология қолданылған көрсетіліп жатады. Сонда жаңағы распылительный метод, жаңа бүрку дейміз ғой. Сол осы технология арқылы өткен құрғақ сүтте бүкіл құндылығы жаңағы қоректілік қасиеті бәрі қалады. Құрғақ сүтті өндірушілер өнім көлемін арттыру үшін оның құрамына меламин қосады екен. Мұның адам ағзасына әсері қандай? Сүт және сүт өнімдерін дайындау бойынша техникалық регламент бар. Кедендік одақтың 2013 жылғы 033 деп аталады. Сонда сүт өнімдерінің барлық түрінде меламин болмау керек деп аталады. Меламин ол наполнитель емес, жаңа көлемін көбейтетін емес, ол үшін қолданбайды. Меламинді қолданады сүттің ақуызын алмастыру үшін. Қолданса, жаңа әртүрлі фальсификат жасайтын кәсіпорындар қолдануы мүмкін. Бірақ негізінде жаңағы меламиндің құрамында өзінің құрылымында азот топтары болғандықтан жаңағы ақуызды ауыстырады. Жаңа әртүрлі зерттеу жұмыстарын жүргізеді ғой, сүттің жаңағы несін ақуыз, майын, көмір суын анықтау үшін зерттеу жұмыстары жүргізген кезде жаңағы ақуыздың мөлшерін анықтау үшін осы меламин қосылса айырылмай қалады. Сүттікі ма, жоғалды меламин бе, сол себепті қосуы мүмкін. Кері әсері ол жаңағы зәр өткізу жүйесі, сол жүйесінде әртүрлі кристалдар болып, жиналып, потом ары қарай тас түзілуі мүмкін бүйректе. Тас түзілгеннен кейін бүйректе ол ары қарай жаңа бүйректің жұмысын нашарлатады. Сол әртүрлі жаңағы жетіспеушілікке әкеледі.
Әйтеуір Қазақстанда сатылып жатқан ұнтақ сүттер мен клегейлерден меламин табылған жоқ. Қытайда балалар өліммен аяқталған сұмдық жағдайдан кейін меламинге қатысты тексеріс қатаң. Десек те тұтынушылардың босаңсуына негіз жоқ. Тағам сатып аларда оның зат таңбасына жіті мән беріңіз. Бірақ кейбір мысалы техникалық көрсеткіштерде бар, мөлшерден бір өзінің белгілі мөлшері бар, сол мөлшерден аз болса көрсетпеуге болады деген де бар. Сол себепті кейбіреулер мүмкін соған да сілтеме жасауы мүмкін. Қандай да бір тауар немесе өнім аларда негізгі жауапкершілік әрбір адамның өз мойнында болуы тиіс. Өйткені сатылып жатқан азықтың бәрі сапалы деуге негіз жоқ. Оның үстіне қазір жасырын цехтарда дайындалған жалған, фальсификат өнімдермен ешкімді таң қалдыра алмайсыз. Елімізде көлеңкелі экономиканың үлесі 26-28% құрап отыруы да осыған дәлел. На сегодняшний день наши предприниматели нарушают права потребителей. Бүгінгі күні кәсіпкерлер тұтынушылардың құқығын жиі таптап отыр. Себебі елімізде 2023 жылға дейін мораторий жарияланған. Өкінішке орай ақша табуды ғана ойлайтын арамза кәсіпкерлер осы сәтті ұтымды пайдаланып жалғанды жалпағынан басып жүр десем болады. Мен мүмкін тұрпай айтып отырған шығармын, бірақ расымен де олар жоспарлы тексеріс былай тұрсын, шағым негізіндегі тексерістің де жүргізілмейтінін біліп, еркінсіп алды. Аяққа тұсау болып тұрған тағы бір нәрсе. Бір өнімнің сапасыздығын дәлелдеп сотқа беру үшін оған қатысты кемінде 10 адамның арызы болу керек. Ал мұның бәрі іс жүзінде қиын шаруа. Осылайша өндірушілер ойына келгенін жасап отыр. Сарапшылар еліміздің құрғақ сүт бойынша импортқа тәуелділігі 97%-ды құрап отырғанын айтады. Яғни отандық өнімнің үлесі өте аз. Себебі олар шикізатқа зәру, ал жеке шаруашылықтардан жиналатын сүттің сапасы төмен. Елімізде 600 мың тоннаға жуық өңделген сүт өнімдері және де 5 мың тоннадай құрғақ сүт өндіріледі. Ол Қазақстан елімізде Жамбыл, Павлодар және Қостанай өңірлерінде шығарылады. Құрғатылған сүт пен клегейдің басты кемшілігі оның майлылығының тым жоғары болуында. Сондықтан диетологтар мұндай өнімді мүлдем қолданбауға кеңес береді. Артық салмағы бар адамдар үшін ол қауіпті. Тағы бір ескерте кететін жайт, сиыр сүтінен әзірленетін ұнтақтарда холестерин көп кездеседі. Табиғи сүттің жаңағы органолептикалық дейміз қасиеттерін сақтап қалу үшін, яғни жаңағы дәмін сақтап қалу үшін жаңағы майлылығын жоғарылатады. Бұл яғни бұл калориясын жоғарылатады деген сөз, яғни бұның пайдасы жоқ. Негізі осы табиғи сүтке, сиыр сүтіне қарағанда, құрғақ сүтке қарағанда көбінесе өсімдік сүт дейміз, яғни кокос сүті және де миндаль сүтін қолданған дұрыс, және де бие сүтін қолданған дұрыс. Себебі олар осы трансмай қышқылдарын және де холестеринді құрамында кездеспейді ол сүттердің. Ал егерде құрғақ сүт пен клегей тұтынуға мәжбүр болсаңыз, сатып аларда зат таңбасына мұқият мән беріңіз. Оны дайындауға құрғақ сүт алмастырғыш қосылған деген жазу болса, бұл қауіпті. Онда химиялық қоспа көп деген сөз. Сондай-ақ ішінде кесектелген түйірлердің бар жоқтығын тексеріңіз. Мұнан бөлек құрамында тағамдық, дәмдік қоспалардың неғұрлым аз түріне басымдық беріңіз. Ғалымдар құрғатылған сүт пен клегейді жиі тұтыну инсульт пен инфаркттан бөлек онкологиялық сырқаттарға да шалдықтыратынын айтады. Біздің елде аталмыш өнімнің тағамдағы үлесін азайту туралы мәселе парламентте де көтерілген болатын. Себебі ол ұлт саулығына қатер төндіруі мүмкін.
Халықаралық стандартқа сәйкес сүтті термиялық өңдеудің бірнеше түрі бар. Төменгі, орташа және жоғары температурада өңделеді. Төменгі термиялық өңдеуден өткен құрғақ сүттің құндылығы жоғары болады, бірақ ондай әдіс қазір дамыған Еуропа елдерінде ғана қолданылады, ал бізде микрофлоралардың деңгейін төмендету үшін барынша жоғары температурада өңдейді. Бұл ақуыздардың табиғи қасиетінің жоғарылауына және тез бұзылуына әкеп соқтыратын бос майлардың түзілуіне алып келеді. Сондықтан мүмкін болса, құрғақ сүтке құнттанбай, табиғи сүтті пайдаланған жөн. Бастысы біз ескерттік, ал таңдау жасау әркімнің өз еншісінде.